Қаласында бірегей орталықпыз, әдет ғұрып және салт дәстүр деген орталықтан келіп отыр. Өйткені қазіргі таңда бізде салт дәстүрлеріміз жоғалудың үстінде, және де кірме дәстүр көбейіп кеткен. Сол себептен өзіміздің салт дәстүрімізді атадан бабаға келе жатқан салт дәстүрлерімізді насихаттаймыз. Үйге кірген адам өзі, есіктің өзі иіліп сәлем беріп кіреді, өйткені иіліп кіресіз. Ал енді адал бақан дегеніңіз, үйге кірген адам уже бірінші адал бақанға қарайды. Адал бақанды қарасаңыздар, 3 буыннан тұрады. Міне. Керемет. Міне 3 буыннан тұрады. Төбесіне ер кісілер іледі, ортасына әйел кісілер іледі, төменгісіне балалы шаға іледі. Сол кезде үйге кірген кезде егер ер кісінің бас киімі үстіп жоғарыда ілініп тұрса, бұл үйдің егесі әлі тірі дегенді білдірген. Ал егер бас киімді алып қойса, бұл үйде жалғыз басты ана кіреді, сол үшін баса көп деп кірмендер деген. Қандай керемет. Сол үйдің егер аяқ жағында кейбіреулерде бала шағасы болмаған ғой. Сол кезде аяқ жағына адал бақанды қарап, бала шаға туралы сөз қозғалмаған. Өйткені оның көңіліне тиеміз деп ойлаған. Ал енді бесік дейді. Қазіргі таңда көбінесе бесігімізді нағашы жұрт әкеледі дейді. Негізі бесік шегесі жасалатын дүние. Сол себептен бесіктің ағашы демейміз, бесіктің сүйегі деп сөйлейміз. Сол себептен сүйегіңді сатқың келмесе бесікте. Әке жатқан бесікке бала, бала жатқан бесікке немере жату керек. Даже шөпшекке дейін, шөбереге дейін жатқызу керек. Ал енді ескірген кезде бесіктің үстіне жай ғана май тамызып немесе ағарған тамызып, өртеп күлін бәрін тазалап жинап алып, талдың түбіне апарып көмеді. Өйткені үрім бұтағын қайтып өсіп, өніп, көгеріп, жапырақтың, талдың жапырағында жайқалып өссін деген мағынада болған. Сол себептен сүйегімізді сатқымыз немесе бесігімізді өзіміз бесіктен басында түсе дегені содан. Өйткені бұл ең бірінші жас сәбенің ең алғашқы отауы болып саналады. Ел боламын сен бесігіңді түзетемін десің. Сіздің директеріңіз өте сирек оны айтылмайды. Ал енді саукелеге қарап бұрынғы кезде қалың мал берген. Бір саукеленің құны 500 жылғы 500 түйеге дейін барған. Өйткені саукеле қыздың 3 ғұмырлық өмірін көрсетеді деген, және де саукелені қазіргі таңда көбінесе жастарға кигізіп жатыр. Негізінде өсіп өнген әжелер саукелені кигізген. Өйткені қызымыз да келешекте өсіп өніп ұрпағы көп болсын деген мағынада өсіп өнген кісілерге кигізген, және ұзатылып бара жатқан қыз табалдырығын, өзінің табалдырығын аттап кетіп бара жатқанда ғана кигізген саукелені. Өмірінде бір-ақ рет кигізуге рұқсат болған. Өйткені қызға саукеле кигізгенде қыз өз үйінде өлдіге салыналған. Ал енді қайын жұртына барғаннан кейін, беті ашылғаннан кейін қызға қайта жан бітті деп өлтірі аруақтарға арнап бізде ас беретініміз содан.